Көңілді қалтырғандарға көп сөйлеудің қажеті шамалы, тек бір нүкте қойсаң болғаны. Адалдық аса қымбатты сыйлық, оны арзан адамдардан күтпей-ақ қой. Өкпе, реніш іште жиналған тас секілді, оны жинай берсең, бір күні ауырлығынан құлайсың. Адамның сен туралы ойын, оның қатты ашуланғанда білесің. Ол адам ашу үстінде сен туралы бар ойын айтып салады. Кешіру оңай, бірақ бір рет көңілің қалған адамға оған деген көзқарасың бұрынғыдай болмайды екен. Адамнан адам бекер алыстамайды. Не тірлігімен, не тілімен, көңілге тиетін дүниелердің арқасында алыстайды екен. Көңіл қалса, бәрі де бос екен. Адамның көңілі қалған кезде оған бәрібір болып қалады. Ештеңені түсіндіруді де қаламайды. Не боп барасыңдар ағайын туыс бауыр, бір-біріңе айтарың тек сөз ауыр. Дүние үшін көрместей араздасып, әр қайсың әр жерде бір-бір ауыл. Ағайын туыс арасындағы қарым-қатынастың ең тәттісі сыйластық. Өзгенің қателігін жазғырған оңай, өз қателігіңді мойындау қиын. Өзгені сынаған оңай, өзіңді жақсарту қиын. Өзгені ренжіткен оңай, кешірім сұрау қиын. Ойланбай сөйлеген оңай, тіліңді тартып қалу қиын. Гүлді мөлшерінен артық суарсаң шірейді, ал адамға қажетінен артық құрмет көрсетсең құтырады. Көз жыласа жас тамады кебеді, жан жыласа қайғы мұңы кереді. Уа достым-ау, жылатпағын ешкімді, жылатудың керегі жоқ керегі. Жылатудың керегі жоқ себебі, жаратушы жылағанға береді. Түбінде бір әділдігі жеңеді, сен жасаған істегенің өзіңе бәрі шыр айналып келеді. Көңілім, неге сонша жабырқайсың, сұрақтарға жауапсыз түндірлайсың. Алма кезек өмірді біле тұра, әйтеуір шындық іздеп бір тынбайсың. Көңілім, мені мұңға батырмашы, жауап таппай сұраққа ақ ұрмашы. Аллаға сен әрдайым дұға етіп, өзгеден медет іздеп шарқ ұрмашы. Жақсы адамды сыйласаң, ойыңа бал қосып тәтті етеді. Жаман адамды сыйласаң, сыйластықты суытып, көңіліңді қатты етеді. Алданба, алдап та жүрмегін, мазақтап орынсыз күлмегін. Жалқаулық мінбесін мойныңа, өссін де еңбекпен күндерің. Ренжісең түсірме көңілді, тыныш жүр, біліп жүр жөніңді. Қайтесің бекерге бүлдіріп, бір-ақ рет келетін өмірді. Көмектес қарайлас шамаңа, байлықты бақыт деп санама. Тәубеде шүкірде риза бол, қазіргі сәтіңді бағала. Гүл сияқты болып көрініп, тікен сияқты бататындардан, дос сияқты боп көрініп, жылан болып шағатындардан бізді сақтай көр. Біреуге тәтті өтірік ұнайды нақ, біреуге ащы шындық шырайлырақ. Ұмытар адам кейде жақсылықты, жақсыңды ұмытпайды Құдай бірақ. Күн батты міне кеш кірді, жанымнан бір үн естілді. Рақатқа бола 5 күнгі, ренжіте көрме ешкімді. Еңбек деген байлық бар, ерінбеген жететін. Жоқшылық деген жебірді, жермен жексен ететін. Балалық шақтың ең ақымақ арманы тез есейсем екен ғой. Өмір тәтті, бүгін қолың жеткенде, удай ащы ертең тастап кеткенде. Сен биікке көтеріліп келе жатқанда көптеген адамды кездестіресіз, бірақ оларды ренжітпеңіз. Өйткені төмен құлап келе жатқанда да оларды кездестіруіңіз ғажап емес. Адамның жолын жабатын, қалағанына қол жеткізбейтін не нәрсе білесіз бе? Ол іштегі қарайған өкпе, реніш, өкініш,
және кешірмеу. Сізді ренжіткен, алдаған, қорлаған жандарды Алла разылығы үшін кешіріңіз. Кешіруге, жүрегіңіздің тазару үшін Алладан күш сұраңыз. Сонда бәрі жақсарады. Өзіңді жақсы көр, күліп, қуана біл. Ешкімді өзіңді ренжітуге жол берме. Өкпе, ренішпен жүректі ауыртпа. Барлығына шүкір ет. Сонда Аллам өз жолыңды ашады. Тек Аллаға айтқым келеді мұңымды, ішімдегі өкпе реніш шерімді. Бұл жалғанда кім бар дейсің, бір өзіңнен артық түсінер менің жанымды. Ең ауыр сезім көңіл қалу, реніш, қызғаныш, тіпті жек көру де емес. Олардан кейін жаныңда бірдеме қалады ғой. Ал көңілің қалса, бос кеңестік тұншықтыра бастайды. Өкпе нассыз өмірді сүрейікші. Бұл өмірдің қадірін білейікші. Өлген соң бөлек-бөлек жатамыз ғой. Тірі кезде бөлінбей жүрейікші. Бірі ұнатып, бірі жек көреді. Мен қойғам адамдарға өкпелеуді. Басқа жағдай көңілді көп бөледі. Өкпе наз дегендерің өткен енді. Жүректі жаралау үшін бір ғана сөз жеткілікті. Бірақ жараланған жүректі түзеу үшін кешірім де, өмір де жетпейді. Өмірде ең жаманы көңіл қалу. Ренжісе де, өкпелесе де кешіресің. Бірақ көңілді қалдырса, оны орнына келтіру үшін біраз уақыт қажет. Тіпті орнына келмес те, адамның көңілін қалдыру қағбаны 1000 рет жыққаннан да ауыр. Әйел адамның жүрегін қайта-қайта жаралап, көңілін қалдыра берсең, одан кейін қанша жылы сөзіңді арнасаң да, ол сөздер жүрекке кірмейді. Өкініштің орнын толтыра алмайды. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген, сәл нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген. Адам боп келдік өмірге, адам боп кету заңдылық. Адамның бәрі өмірде, бақытты іздейді қаңғырып. Бақыттың кілті сыйластық, сыйластық қалсын мәңгілік. Барлық адамға мейіріммен, құрметпен қарауға тырыс. Тіпті саған дөрекілік көрсеткендерге де сыйластық таныт. Олардың сыйлауға тұратын адам болғаны үшін емес, сен сыйлауға тұратын адам болғаның үшін. Ай жылдар зымырайды, тез өтеді. Кейбіреу болмашыны сөз етеді. Бірің дос, бірің туыс, бауыр болып, өмірде сыйласқанға не жетеді? Өмірде сыйласқанға не жетеді? Ойланайық сол үшін де, татулық берік болсын ел ішінде. Сыйластық баға жетпес зор қасиет, керек ол ұрпақ үшін, сен үшін де.